Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmetli cemaat. Allah Teala qasiyetli Kur'an'da köp namaz okuңдар deb buyurmaydı. Sol сияқты köp oraza ұстаңдар deb de айтпайды. Керісінше Allah Teala qasiyetli Kur'an'da köp zikir қылыңдар deb buyurады. Мысалы, Құрандағы Ahzab сүресінің 41-ші аятында Алла Тағала былай дейді. Астаизу биллах, бисмиллах. Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран касира. Садақаллахул азим. Ey mümindir, ey musulmanдар, Allah'ını өте көп зікір қылыңдар. Енді зікір деген сөздің мағынасы өте көп. Зікір дегеніміз Алланы ұлықтау, Алланы еске алу, тағы басқа мағыналар бар. Намаз оқу ол да бір зікір. Құран оқу ол да зікір. Сол сияқты астағфируллах деген зікір бар. Истиғфар дейді. Астағфируллах деген зікір. Осы зікірдің нәсіп етсе, сіздерге 7 түрлі пайдасын айтпақшымыз. Кімде-кім осы зікірді айтып жүретін болса, ол адам осы зікірдің себебімен 7 түрлі пайда көреді. Енді астағфируллах деген сөздің бір мағынасын айтып өтейік. Астағфиру, мен кешірім сұраймын. Кімнен? Алла Тағаладан. Астағфируллаха, Алладан мен жасаған үлкен кіші біліп білмей істеген күнәларым, қателіктерім үшін Алладан кешірім сұрайым деген сөз. Бұл истиғфардың мағынасы. Енді бұл истиғфарды, астағфируллах зікірін айтып жүретін болсақ, 7 түрлі пайдасынан біріншісі, бұл зікір бізді Алла Тағалаға жақындаттырады. Бұл зікір арқылы Аллаға жақын боламыз. Екіншісі, қалбіміздегі, жүрегіміздегі, жан дүниеміздегі, руханиятымыздағы қиындықтарды кетіріп, керісінше орнын тыныштықпен толтырады бұл зікір. Үшіншісі, күнәларымызды, қателіктерімізді өшіріп кетіреді. Төртіншісі, проблемаларымызды шешіп береді. Және проблемаларымыз шешілетін болады осы зікірдің себебімен, жақсы жағына қарата. Себебі бұл нәрсеге байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан жеткен бір хадисті айтып өтейік. Ибн Аббас радиаллаху анхума риуаят қылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтты. Мән лазимал истиғфар, кімде-кім истиғфарды, яғни астағфируллах зікірін айтып жүретін болса, жа'алаллаху лаху мин кулли дийқин махраджа ва мин кулли хаммин фараджа. Қиналған уақытта Алла оған шығатын бір жолды тауып береді. Жаңағы жүрегі қиналып, жан дүниесі қиналып, руханияты қиналған уақытта да оған бір Алла тыныштық сыйлап қоятын болады. Осы зікірдің себебімен. Және уаразақаху мин хайсу ла яхтасиб, ойламаған жерден Алла оны рызықтандырып қояды. Яғни ойламаған жерден Алла саған рызығыңды береді. Және көп қылып береді. Осы зікірдің себебімен. Бұл хадис Абу Даудта. 5-ші пайдасы, бұл зікірді көп айтып жүретін болсақ, берекелі көп жаңбырдың жауына себепші болады. Себебі бір жерде жаңбыр болмаса, ол жерде жасыл өсімдік өспейді, шөп өспейді, ол өспегесін мал семірмейді. Ғалым ұламаларымыз айтады ғой, жердің күлуі аспанның жылауына байланысты дейді. Яғни аспаннан жаңбыр жауатын болса, ол жер мәз болады. Яғни жерден шөп шығады, өседі, мал семіреді, халық мәз болады, халықтың қарны тоқ болады деген сияқты. Сол үшін кімде-кім бұл зікірді айтып жүретін болса, сол жерге өмір сүріп жатқан
еліне, мекеніне, қаласына, ауылына жаңбыр жауатын болады. Алтыншысы, зікірді айтып жүрсеңіз, осы зікірді, рызық несібеңіз көп болады, мол болатын болады, және көбеюіне себепші болады бұл зікір. 7. Бұл зікірді айтып жүретін болсақ, тозақтан ұзақ және жұмаққа жақын боламыз. Яғни тозақтан ұзақ болып, жұмаққа кіруімізге себепші болады. Бұл истиғфардың берекесі сондай. Бұл жерде 7 түрлі Астағфируллах зікірінің берекесін, пайдасын айттық. Бір күні Хазіреті Хасан Басри рахметулла алейх осы имамға, осы ғалымға 3 кісі келіп сұрақ қояды. Біріншісі, я имам дейді, біздің елде, біздің жерде жаңбыр жоқ дейді. Қанша күннен бері, қанша уақыттан бері. Халық қиналып қалып жатыр, малдар арықтап кетіп бара жатыр. Не жасасақ болады, не айтсақ болады, не қылайық? Бір нәрсе айтыңызшы, бір ақылыңызды айтыңыз деп сұраған уақыттарында Хасан Басри рахметулла алейх ол кісіге, сіздер истиғфар, яғни астағфирулла зікірін көп тартыңдар, айтыңдар деп осылай бұйырады екен. Содан кейін екінші кісі, я имам, менің мал мүлкім азайып бара жатыр, рызық нәсібім жоқ болып бара жатыр, кедей болып бара жатырмын, пақыр болдым, не қылсам болады, не жасасам болады деп сұраған уақыттарында Хасан Басри рахметулла алейх ол кісіге де, сен де истиғфар зікірін, яғни астағфирулла сөзін көп айт, Алладан көп кешірім сұра деп ол кісіге де сөйтіп әмір қылады. Үшінші бір адам келіп, я имам, менің үйленгеніме көп болды, арада бала жоқ, ұрпақ сүйе алмай жатырмын, не қылсам болады, қандай дұға оқысам болады, қандай амал жасайын деп сұраған уақыттарында Хасан Басри рахметулла алейх ол кісіге де, сіздер де истиғфар зікірін көп айтыңдар деп үшеуіне бірдей истиғфарды айтады. Сөйтіп жаңа 3 кісі кеткеннен кейін шәкірттері келіп имамға, уа имам, сіз жаңағы 3 адамға да бір истиғфар зікірін айттыңыз, басқа ештеңе айтқан жоқсыз, неге? Бұның хикметі не? Деп сұраған уақыттарында ұстазы шәкірттеріне, мен ол үшеуіне өзімнен бір нәрсені айтқан жоқпын, өздігімнен айтқан жоқпын. Мен Құрандағы аятты айттым деп, қасиетті Құрандағы 71-ші сүре Нух алейхиссалам сүресі 29-ші парада орналасқан Құрандағы 570-ші беттегі Нух алейхиссаламның осы сүренің 10-ші және 11-ші аяттарын оқып бердім деп айтқан екен оларға. Себебі Нух алейхиссаламның қауымы, халқы Нух пайғамбарға келіп осылай шағымдаған уақыттарында олар да осы нәрсені айтқан, жаңбыр жоқ деп айтқан, сол сияқты жаңағы пақыр болып бара жатыр, кедей болып бара жатық деп те айтқан адамдар да болған, бала жоқ, ұрпақ сүйе алмай жатырмыз деп те келіп сұраған кісілерге бәріне бірдей мына дұғаны айтқан еді дейді. Нух алейхиссалам, Алланың сәлемі болсын. 10-ші аят. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Раббыларыңнан жарылқау тілеңдер, өйткені ол өте жарылқаушы. Яғни астағфируллах зікірін көп айтыңдар, Алладан кешірім сұраңдар. Егер де Алла Тағаладан көп кешірім сұрасаңдар, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Алла Тағала сендерге аспаннан мол жаңбыр жібереді. Жаңа жаңбыр сұрап келген кісілерге көрдіңіз бе? Міне жауабы. Келесі аят. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ. Жаңа бір адамдар келіп сұраған еді ғой, пақыр болып бара жатырмын, кедей болып бара жатырмын деп. Міне соларға жауап, егер истиғфар қылатын болсаңдар, Алла Тағала өздеріңді малдармен қамдайды. Және وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Үшінші адам, жаңа бала жоқ, ұрпақ жоқ деген еді. Егер де сендер де истиғфар қылатын болсаңдар, Алла Тағала өздеріңді балалармен де қамдайды. Және сендер үшін бақшалар жасап,
өзендер ағызады деп осы аятты оқып берген екен. Сол үшін құрметті жамағат, истиғфар зікірін айтып жүрейік, тоқтатпайық. Астағфируллах зікірінің пайдасы, беретін берекесі осындай. Бұл біздің сіздерге айтқанымыз 7 түрлі береке. Негізі бұнымен тоқтамайды. Бұдан да көп 70 түрлі берекесі болуы да мүмкін. Аллаху алам. Жалғыз ғана Алла ғана біледі. Сол үшін истиғфар зікірін айтып жүрейік. Алла баршамыздан разы болсын. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум.